Қыздар, бүгін лагман жасау рецептімен бөлісемін сіздермен. Суымызға тұз салып, ұн қосып, қамырлаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ емес, қатты емес, орташа болу керек. Қамырымыз үйреніп болды. 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Бетіне қой, пленка жауып қойсаңыздар болады. Қамырымызды осылай жайып, бетіне май жағып аламыз, алды-артына. Май жаққан қамырымызды осылай ұзын-ұзынша етіп турап аламыз. Осылай туралған қамырымызды бір-бірлеп алып, созуды бастаймыз. Созған қамырларымызды жеке-жеке қоямыз. Кішкене үлкенде болып тұрады. Кейін бұларды тағы да алып созамыз. Сол кезде жіңішке болады. Бір-бірлеп созып алған қамырларды екіншіден қайта созамыз. Міне жіңішке болады. Оларды былайынан біртіндеп ораймыз. Айырмашылығы көріп тұрған шығар. Және бұл екіншіден созған қамырдың үстінен май жағып қоямыз, аралары жабысып қалмау үшін. Қамырымызды ортасынан бастап алып, осылай қолымызда жинаймыз. Сол уақытта жаңағы жиналып біткеннен кейін міне осылай орып созамыз. Кішкене созылды. Енді дәл осы қалпында алып, мұнда қайнап тұрған суымызға тұз салып, қамырымызды салып пісіреміз. Піскен қамырымызды созып аламыз. Міне өте жіңішке болып шықты. Және бұл қамырдың үстіне май құямыз. Май құйып кішкене араластырып қоямыз, себебі арасы жабыспайды сонда. Қыздар, қамырымыз дайын, өте жіңішке, әдемі болып шықты. Енді подливасын жасауға кірісеміз. Подливасына бізге қажетті заттар, міне ет, пияз, жәнду, болгарский, томат, пекинский капуста и жаңағы лагманды пісірген суымыздан алып қаламыз. Және соевый соус. Ең алдымен етімізді қуырып бастаймыз, пісіп тұрған майға. Етімізге қуырып тұрғаннан кейін соевый соусты қосып, араластырып, астын баяулатып, 3-4 минутқа демдеп қоямыз. Етіміз жақсылап пісуі қажет. Қуырып тұрған етімізді пияз салып қуырамыз. Ет пен пиязымызды 2 минут қуырғаннан соң жәндуді саламыз. Қыздар, жәндуден кейін болгарскийімізді салып, томатымызды салып, жақсылап қуырамыз. Ең соңында пекинский капустамызды салып, 1-2 минут қана қуырып, жаңағы суымызды құямыз. Бұл көп қуырмау керек, кішкене тірілеу болып тұру керек. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, араластырып, жаңағы суымызды құйып, көп емес, тек қана 5-6 минутқа ғана жай отта демдеп қоямыз. Сонымен дайын болады. Міне жаңа қамырымыздың үстіне дайын болған подливымызды құйып, дастарханға тартуға болады. Аз болсын, астарыңыз дәмді болсын. Жасауға кеңес беремін, өте тез әрі дәмді. Лагманымыз дайын. Бұл гойру лагман деп аталады, өте дәмді шығады.